Қобыланды батыр көп жылады дегейсің, үйдегі нашар жолдасың. Асқар тауда белдік бар, жасағанда кендік бар. Азда қанша тендік бар, құрдаста қанша елдік бар. Сұлтан ба сәлемді, тілімді алса бармасын. Бізді баққан бұрылда 43 күн кемдік бар. Мұны есіп-есеміз, кейін шауып жөнелді. Жауабына кенелді, айтқанның бәрінде Қобыландыдай батырға бұлжытпай айтып береді. Мынау сөзді есетіп, Қобыланды батыр барды құрдасқа. Жүремін деген жолдасқа сонда тұрып сөйледі. Әуелі ұшқан қалбаймын, жаманның тілін алмаймын. Хақ бұйырған сапардан жан құрдасым қалмаймын. Асыл досым сөкпеңіз, бұл сапарға бармаймын. Бұл олжадан алмаймын. Саған да сәлем көп айтқан, құрдасым көңілің қалмасын. Өтініш қылып зарлаймын. Асқар төбе белдеген, ақ бармақпен жемдеген, өзінің басқа мінбеген, бағып тұрған баласы, күтіп тұрған анасы, өзі әйелдің данасы, тұлбар тұрған бұрылдың 43 күн кем деген. Қараман соңда сөйлейді, бұл барғаннан барсақ біз, қалың тобын жарсақ біз қазанды өлтіріп, қаласын бұзып алсақ біз, сұлуына қызылбас қойынға бір салбақ салсақ біз, еркек болып не етеміз, әр талапқа шығарды. Қатынға ақыл сабақ салсақ біз, қатынның тілін алсақ біз. Есіктің алды ебені, ерлер киер кебені, кеткен кісі келеме, алғаны тәңір береме. Әр талапқа шығарды, қатынға ақыл салған соң, қатынның тілін алған соң. Неше батыр болсаң да арыстанып Қобыланды, қатын де емей немене. Қараман бұл сөзді айтқан соң, Қобыландыдай батырдың тері тамып, иектен түгі шығып білектен, жаны бір тұрып тулап жүректен. Неше бір құрдас айтса да, Қараманның бұл сөзі өтіп бір кетті сүйектен. Сөз сүйектен өткен соң, тобылға атқа ер салды. Ақ алмасты қолға алды, қамшы басып сауырға, екпіні ұстап дауылға. Тобылғы мен торы атпен Қобыланды шапты ауылға. Қатуланып, қаптанып, буырқанып, бұрсанып, мұздай темір құрсанып, қабағынан қар жауып, кірпігінен мұз тоңып, ар жақпен пенен бер жаққа, найзасын ұстап бармаққа, аттан баққа қалмаққа батыр кейіп келеді. Еш шашығы жоқ еді. Бұлаңдаған құртқаның сөзге сынық қылдың деп, егер шықса алдынан басын кесіп алмаққа, дарбазалы есікті пайғамбардай несіпті. Үйде отырған қыз-құртқа дүбірің аттың есітті. Екпіні қатты кім болсын, сұлтаным дағы десіпті. Түрегеліп бұлаңдап, ашып көрді есікті. Көрген соң қамықты, құс төсекте мамықты. Арпа бидай қабықты, көтере алмас кедейлер. Жылына салған салықты, шыдай алмай қыз-құртқа. Және де ашты жабықты, жабықтан көзін салыпты. Салса ерді таныпты, түсі суық көрінді. Ерге болған секілді, бір сөзбенен жазықты. Батырдан құртқан қорыққан соң, төмен қарап жер шұқып, өксіп жылап қамықты. Енді құртқа сасады, бетінен қаны ашады, оның етегін басады. Сасқан емей немене, аш күзіндей бүгілді. Құртқа жаннан түңілді, шыдай алмай қорққаннан. Есік пенен төрінде неше қайта жүгірді. Сашып жүріп жөн тауып, ақыл менен ой тауып, түтік пенен су берген, түндік пенен күн көрген. Төрде тұрған бурылдың басын шешіп алады, мойны арқан салады. Шалбарынан жетелеп бурыл атты қыз-құртқа Қобыландының алдынан бұлаңдап кетіп барады. Бәйгеден келер көк дөнен, жеміне қосып жеді өлең.
туғалы күнді көрмеген түнектен шыққан тайбурыл. Айдалаға шыққан соң түлкідей көзі жайнайды, қаруы сыймай қайнайды. Көлденең жатқан көктасы сұлым ғой деп шайнайды. 12 құлаш кезеңнен атылып бурыл ойнайды. Қыз құртқаны көтеріп, салмағынан көкке екі ұшты. Салмағына қыз құртқа алып жерге бүлтісі жазғы әйел демесең, құз құртқа қыз да тым күшті.